Өзіне сенімсіз адамдар әркімге қызығып, әртүрлі курстар алып, жүрегі тыныштық таппай, бақытты іздеп, әр нәрсеге ұрына береді. Ал Құдайды дұрыс таныған, өзіне сенімді, жүрегі тыныштық тапқан, бақытты адам, ол әр нәрсеге алдана бермейді. Әртүрлі курстарды ала бермейді. Немесе әртүрлі дәрі-дәрмекті, қазір телефонды ашып қалсаң, дәрі сататындар көбейіп кеткен. Арықтататын дәрі, мүшеңді өсіретін, қанапты тарылтатын, төзекте мықты болу үшін, күшің көп болып, качок болу үшін, немесе депрессия, стресске түспейтін, немесе иммунитетті күшейтетін, анау-мынау деген сияқты адамның сондай сенімсіз, өзін неуверенный, депрессия, стрессте жүрген адам әр нәрсені сатып алып, өмірді шатасып, әркімге жем бола береді. Ойбай, сені жын бар десе барып, соған ақша төлеп жынды шығарады. Сен дуаланғансың, сиқырланғансың десе барып, бақсы балгерге барып, сол карта құмалақ аштырып жүреді. Тағы сол сияқты әртүрлі нәрсеге адасып жүрген адамдарды көріп бір күлкім келеді, көмектескім келеді. Әр нәрсеге сене бермей, алдана бермей, шынайы бақытты тауып, жүрегі тыныш болып, өз қателік кемшіліктермен жұмыс жасап, дұрыс амал әрекет жасаса, ешқандай дәрісіз ақ көптеген мәселемізді шешіп аламыз. Ең басты нәрсе жүректің тыныштығы. Сол нәрсені біліп түсініп алыңыздар. Қалған нәрсе оңай шешімдерін табасыз. Лайк басып, пікір қалдырып, бөлісіп кетіңіздер. Көптеген сондай қателесіп, алданып жүрген адамдар көрсін.